Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасыл сарымсақ пен жұмыртқа қосылған запеканка рецебін ұсынамын. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жасыл сарымсақты ұсақтап тураймыз. Барлық қажет заттарымыз төменде описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыдысымызға салып, келесі ірімшікті, яғни сырды тергілаймыз. Сырымызды тергілап болғаннан кейін алдын ала жұмыртқамызды суға пісіріп аламыз. Піскен жұмыртқаларымызды терканың ұсақ насадкасымен тергілап аламыз. Салмасы дайын болды. Дәміне қарай тұзды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Ендігі нанына, яғни қамырына бізге 3 жұмыртқа қажет. 3 жұмыртқаға өзім күнделікті қолданатын қаймақ түрін пайдаланамын. 20% қаймақ ертіштің өнімі. Ендігі қаймақ пен жұмыртқаны венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша дейін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты қасық шай қасықпен қопсытқыш саламыз. Дәміне қарай қасықтың ұшымен тұз саламыз. Жақсылап араластыра отырып, біртіндеп ұнымызды салып, біркелкі қоймалжы масса болғанша дейін араластырамыз. Мінекей запеканканың наныдан дайын болды. Ендігі қажет ыдысымызды алып, сұйық маймен майлаймыз. Сонда жабысып қалмайды. Нанымыздың жартысын құйып аламыз, тегістейміз барлық жеріне. Үстінен салмамызды саламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін қалған нанымызды құямыз. Осы аралықта духовкамыз 180 градуста қызулы дайын тұру керек. Қасықпен тегістеп жүріп, бетіне біраз күнжіт себуге болады. Күнжітпен сеуіп қойдым. Ендігі сол 180 градус температурада 40 минуттай осындай қызарғанша дейін пісіреміз. Мінекей жасалуы жылдам, дәмі ерекше болып шығатын запеканкамыз дайын болды. Рецебім ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман. Келесі кездескенше сау болыңыздар.